Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 36-шы сабақтың Б тобының есептерінің бірнешесін мысал ретінде қарастырайық. Мысал үшін 36-та 13-ші жаттығу. Бұл жаттығудың берілгенін оқитын болсақ, қабырғасының ұзындығы 30 см текше пішінді аквариумды толтыру үшін қанша су қажет? Текше деп отырғанымыз ол куб екенін жақсы білесіздер. Яғни мінекей сіздерге кубтың суретін салып қойдық. Осындай пішінді аквариум берілген, оның қабырғасының ұзындығы 30 см. Демек, текшенің ұзындығы, ені, биіктігі барлығы бірдей болады. Демек, мына жерде жазатын болсақ, мысалы, мына жерде ені 30 см, ұзындығы да 30 см, және биіктігі де 30 см. Биіктігі деп отырғанымыз мына бір аралық. Демек, олай болатын болса, демек, бұл аквариумның ішіне қанша су сиятынын табу үшін аквариумның көлемін тапсақ жеткілікті. Яғни, текшенің көлемінің формуласын сіздер жақсы білесіздер. Оның көлемін табу үшін ұзындығын, енін және биіктігін бір-біріне көбейтетін едік. Бізде текшенің көлемі, яғни В деп отырғанымыз біз X деп белгілеп алатын болсақ, В деп отырғанымыз ұзындығы, енін, биіктігін көбейтетін едік. Демек, бізде белгісіз шама X, яғни ол көлем. Демек, X тең болады. Бізде ұзындығы 30-ға тең, ені 30-ға тең, және биіктігі де 30-ға тең. Көлемді табу үшін үшеуін көбейтетінбіз. Бұл үшеуін бір-біріне көбейтетін болсақ, 27.000 см куб шығады. Яғни, бізде бұл көлем деп отырмыз, көлемнің өлшем бірлігі сантиметр куб болатын. Ал енді, біз бұны литрмен өрнектеуіміз қажет. Өйткені есептің берілгенде қанша литр су қажет деп жазылған, мен жерде литрді жазуды ұмытып кеттім. Егер де сантиметр кубты литрге айналдыратын болсақ, сіздер мұны жақсы білу қажетсіздер. 1 литр деп отырғанымыз 1000 сантиметр кубқа тең. Демек, сантиметр кубты литрға айналдыру үшін бізде шыққан санды 1000-ға бөлсек жеткілікті. Олай болса, 27.000 бөлінген 1000-ға. Өйткені 1 литрде 1000 сантиметр куб бар. 27.000 сантиметр кубта қанша литр су бар екенін табу үшін оны 1000-ға бөлсек жеткілікті. Бұл жерде 27 деген жауап шығады. Сонда бізде жауабы 27 литр су қажет. Ол үшін біз текшенің көлемін тауып алдық, және оның көлемін литрмен өрнектедік. Осылайша, бұл аквариумды толтыру үшін 27 литр су қажет болды. Келесі 36-та 16-шы жаттығу. Берілген оқып алайық ең алдымен. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері 2, 3, 4-тің қатынасындай, ал көлемі 192 дециметр куб. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдерін табыңдар. Біз бұл жерде параллелепипедтің суретін сызып қойдық, алдарыңызда көрініп тұр. Енді бұл жерде өлшемдерін қарастыратын болсақ, мысал үшін 2, 3 және 4-тің қатынасындай деп отыр. Бізде бір қатынасты алдымен тауып алуымыз қажет. Бізде бір қатынастың ұзындығын біз X деп белгілесек. Яғни мына жерде 2, 3, 4 деген қатынастар берілген. 1 деген қатынас бізде X-ға тең болатын болса, 2 деген қатынас 2X болады. 3 деген қатынас 3X, 4 деген қатынас 4X болады. Демек, бұлардың ұзындықтарын қатынас арқылы белгілейтін болсақ, мысал үшін ұзындығы 4X болсын. Өйткені бір қатынас X деген сантиметрге тең. Ал биіктігі, мысал үшін, биіктігі мысалы мына жердегі қатынастардың 3 деп алайық. Онда бір қатынасымыз 2 сантиметр, демек, оның ұзындығын табу үшін 3x сантиметр деп жазамыз. Ал ені деп отырғанымыз 2 қатынасына тең. Демек, бір қатынаста 2 сантиметр бар екен тағы да ескестіреміз. Олай болса 2x деп аламыз. Осылайша ұзындығын, енін және биіктігін белгісіз шамалар арқылы өрнектеп алдық. Енді көлемнің формуласын сіздер жақсы білесіздер. Параллелепипедтің көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін бір-біріне көбейтетінбіз. Олай болса, біз оларды көбейту арқылы жазып алатын болсақ, өйткені бізде көлемі белгілі. Көлем деген үшеуінің көбейтіндісі. Олай болса, 4x көбейтілген 3x көбейту 2x тең болады 192-ге. Үшеуін көбейтсек көлем шығады, ал бізде көлем деп отырғанымыз 192 дециметр кубқа тең. Енді 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ, 12 болады. 12-ні 2-ке көбейтетін болсақ, 24. Ал x-ті өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, x куб болады. Тең болады 192-ге. Ал бұл жерден x куб тең 192 бөлінген 24-ке.
Ал 192-ні 24-ке бөлетін болсақ, онда 8 деген жауап шығады. X куб 8-ге тең болса, X-тің өзі 2-ге тең. Өйткені 2-ні кубтайтын болсақ, біз 8 деген жауапты аламыз. Енді бастапқыда бір бөлікті біз x сантиметр деп алғанбыз. Демек, бір бөлігіміз x сантиметрге тең болса, оның өлшемдерін табу үшін мына жердегі өрнектерге x-тің орнына 2-ні қойып шықсақ жеткілікті. Яғни, бұл жерде ең алдымен, мысалы үшін ұзындығын жазатын болсақ, ол 4x болатын, ал x-тің орнына 2 қоятын болсақ, 4 көбейту 2, яғни 8 дециметр. Ал ені деп отырғанымыз 2x-қа тең, яғни 2 көбейтілген 2, x-тің орнына 2 қоямыз екен, мына жерде 2 деп шығарғанбыз. Ол кезде 4 дециметр шығады. Ал биіктігі деп отырғанымыз 3x-қа тең. Мына жерде x-тің орнына 2-ні қоятын болсақ, 3 көбейту 2 деген өрнек шығады. Ол кезде 6 дециметр болады. Енді есептің жауабын тексеріп көру үшін бастапқы көлемнің орнына осы сандарды қойып көрейік. Яғни 8 дециметр көбейтілген 4 дециметр көбейту 6 дециметр. Бұларды бір-біріне көбейтетін болсақ, 8-ді 4-ке көбейтсек 32 болады. 32-ні 6-ға көбейтетін болсақ, 192 болады. Ал дециметрді өз-өзіне 3 рет көбейткен кезде дециметр куб деген өлшем бірлікті аламыз. Бізде көлем 192 дециметр кубқа тең болатын. Біз осылайша есептің дұрыс екенін дәлелдеп шықтық. Ал бұл кезде есептің жауаптары ұзындығы 8 дециметр, ені 4 дециметр, биіктігі 6 дециметр деген мәндерді алдық. Ал енді келесі кезекте 36-та 19-шы жаттығуды қарастырайық. Берілгені: салымшы банкте жылдық өсімі 10% депозит ашты. Бір жылдан соң ол депозиттен 60 мың теңге алғанда, депозитте алғашқы салынған соманың жартысына тең ақша қалды. Екінші жылдың соңында депозитте қанша ақша болады? Өте қызықты есеп, мұқият тыңдап отырыңыздар. Яғни, салымшы банкте жылдық өсімі 10% депозит ашты деп отыр. Депозит деп отырғанымыз, мысалы үшін сіздер банкке барып 1000 теңге салатын болсаңыздар, егер 10% депозитпен, онда сіздердің ақшаларыңыз бір жылдан кейін 1100 теңге болады. Өйткені жылына 10% қосылып отырады. Сіздердің 1000 теңгелеріңіздің 10%-ы 100 теңгеге тең. Демек, бір жылдан соң сіздің 1000 теңгеңізге үстіне 100 теңге қосылып отырады. Біз осыларды депозит деп атаймыз жалпы. Бір жылдан соң ол депозиттен 60 мың теңге алғанда, депозиттен алғашқы салынған соманың жартысына тең ақша қалды. Біз бұны ең алдымен теңдеу ретінде жазып алайық. Яғни бізде бастапқы жылы қанша ақша салған белгісіз, демек, белгісіз ақшаны біз x деп аламыз. Ол алғашқы салынған ақша. Демек, сіздер бастапқыда депозитке x суммадағы ақша салдыңыздар, және ол жылына 10% қосылып отырады. Яғни осы x деген сумманың 10% қосылып отырады. Кез келген сумманың 10%-ын табу үшін оны 0,1-ге көбейтетін едік. 20%-ын тап десе 0,2-ге көбейтеміз. Сол сияқты 50%-ын табу үшін 0,5-ге көбейткен жеткілікті. Бізде 10% деп отыр, сол үшін 0,1-ге көбейтеміз. Сонда 0,1 x дейтін болсақ, бұның 10%-ын тауып аламыз. Және де ол сумма бізде бір жылдан соң біздің бастапқы суммаға қосылады. Демек, бізде бастапқыда x деген ақша болды суммада, сосын оған 10% қосылды. Оны былай жазып алдық. Бір жыл өткеннен кейін 10% қосылды, және 10% қосылған соң біз одан 60 мың теңге ақшаны шешіп алдық. Демек, азайту 60 мың теңге. Сол кезде депозитте алғашқы алынған соманың жартысына тең ақша қалды. Алғашқыда бізде x деген сомма болатын. Соған жартысына тең ақша қалды деп отыр. Демек, бізде x бөлінген 2-ге тең ақша қалды. Осылайша біз бұл теңдеуді шығаратын болсақ, біз алғашқы салынған соманы тауып аламыз. Содан соң, екінші жылдың соңында депозитте қанша ақша болғанын есептей аламыз. Олай болса, теңдіктің мына жағындағы 2-ні теңдіктің қарама-қарсы жағына көбейту ретінде жіберетін болсақ, ол барлықтарына көбейтіледі. Яғни, x-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 2x болады. 0,1 x-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 0,2x. Ал 60 мыңды 2-ге көбейтетін болсақ, 120 мың болады. Тең болады x-ға. Мына жақта x-тің өзі қалды, өйткені 2-ні көбейту деп өткізіп жібердік. Ал бұл жерде 2x-қа 0,2x қосатын болсақ, 2,2x болады. Азайтылған 120 мың тең болады x-ға. Мына x-ті теңдіктің екінші жағына минус қылып өткізетін болсақ, 2,2x азайтылған x. Мына жерде минус 120 мың теңдіктің екінші жағына плюс таңбамен өтеді.
тең болады 120 мыңға. 2,2 x-тан x азайтатын болсақ, 1,2 x қалады. Тең болады 120 мыңға. Сонда x деп отырғанымыздың өзі тең болады 120 мың бөлу 1,2-ге. Өйткені 1,2 x-қа көбейтіп отыр. Теңдіктің екінші жағына ол бөлу болып түседі. Олай болса, 120 мыңды 1,2-ге бөлетін болсақ, біз 100 мың деген жауапты аламыз. Сонда біз x деген алғашқы салынған сомма еді. Сонда алғашқы салынған сомма бізде 100 мың теңгеге тең екен. Яғни біз 100 мың теңгеге тең сомма салдық, және де ол бір жылда 10%-ке қосылды. 100 мың теңгенің 10%-і 10 мың теңге болады. Бастапқы 100 мың теңгеге бір жылдан кейін 10 мың теңге қосылды. Сосын бір жылдан соң бізде ақшамыз 110 мың теңгеге тең болды. 110 мыңнан 60 мыңды азайтатын болсақ, онда 50 мың қалады. Яғни бастапқы ақшаның жартысы қалып отыр. Демек бізде есебіміздің шарты толықтай орындалып тұр. Сонда бізде бір жылдан соң бастапқы ақшаның жартысы қалды деп отыр. Бізде бастапқыда 100 мың теңге болатын болса, біз бір жылдан соң оған процентімен қосылып 110 мың теңге болды. Одан соң 110 мыңнан 60 мыңды азайтып тастадық, бізде бір жылдан кейін депозитімізде 50 мың теңге ақша қалды. Енді бізде сұрақ екінші жылдың соңында депозитте қанша ақша болады? Яғни бізде бір жылдан соң 50 мың теңге ақша қалды. Екінші жылдың соңына дейін тағы да бір жыл уақыт бар. Демек, бір жылда 50 мың теңгеге қанша ақша қосылатынын табуымыз қажет. Біз есептің берілгенін қарайтын болсақ, 10% екен есімізде. Ол үшін 50 мың қосу, кез келген санның 10%-ын табу үшін оны 0,1-ге көбейтетінбіз. 0,1 көбейту 50 мың. 50 мыңды 0,1-ге көбейтсек 5 мың шығады, ал 50 мыңға 5 мыңды қосатын болсақ, 55 мың болады. Сонда екінші жылдың соңында бізде 55 мың теңге ақша қалған. Өйткені 50 мыңның 10%-і 5 мыңға тең, бір жылдың көлемінде бізде 5 мың теңге ақша қосылады. Сол кезде 55 мың теңге болды. Ал бірінші жылдың соңында біз барлық ақшадан 60 мың теңгені шешіп алған болатынбыз. Сол кезде 50 мың теңге қалды. Енді екінші жылға дейін тағы да бір жыл уақытымыз бар. Ол кезде бізде 5 мың теңге қосылады. Жалпы екінші жылдың соңында бізде депозитімізде 55 мың теңге ақша қалған болады.